Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда денсаулығымызға өте пайдалы, дәрумендерге өте бай жасымық сорпасын дайындайтын боламыз, яғни чечевичный суп. Бұл сорпамыздың жасалуы өте оңай, тез дайын болады. Және де өте тойымды болып келеді достар. Сіздерде міндетті түрде үй жағдайында отбасыларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Ал тағамды ұсынатын кезде үстіне мен секілді сливки немесе қаймақ қосып ұсынсаңыздар, дәмі өте ерекше болып келеді достар. Ендеше мен рецепті бастайын, ал сіздер менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалап, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып шығып тұру үшін достар. Достар, біздің жасымықтан жасалатын сорпамызға үйдегі бар заттардан дайындалады. Яғни бірінші көкөністерімізді ашып, жуып тазалап алатын боламыз. Пиязымызды, сәбізімізді, болгарскийімізді және де картошка. Бұл жерде бізде пиязымызды дәл осылай бөлшектеп, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бұдан жіңішке қылсаңыздар да болады, немесе бұдан ірі қылсаңыздар да болады. Себебі барлығы қайнағаннан кейін блендерден өтіп кететін болады. Барлық көкөністеріміздің барлығын кезек-кезегімен турап алатын боламыз. Мен осы жерде болгарский қостым, себебі өте керемет дәммен иіс беріп тұратын болады. Егерде болгарский үйде болатын болса, қоссаңыздар болады. Егерде үйде жоқ болатын болса, міндетті емес достар. Одан кейін үстіне сәбізімізді турап салатын боламыз. Сәбізді де жұқалап, бірнеше бөлікке бөлеміз тез пісу үшін. Енді осы туралған көкөністерімізді алып қызып тұрған ыдысымызға қуырып алатын боламыз. Мен осындай сары майға қуырамын, себебі сары май тамаққа өте ерекше дәммен иіс беріп тұратын болады. Ыдысымызға көкөністердің барлығын салып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Астын орташа отқа қойыңыздар, қатты отқа қоюға болмайды, күйіп кетуі мүмкін. Жай отқа қойып, бетін жауып, кішкене 5-10 минуттай осылай қуырып алатын боламыз. Осы аралықта картошкамыз бен қызанағымызды турап алатын боламыз. Картошка қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады достар. Мен тойымды болу үшін картошка қосатын боламын. Енді қызанақты да дәл осылай төрт-бүршілеп турап алатын боламыз. Егер қызанақ болмайтын болса, үйде сіздер оның орнына томат қолдансаңыздар да болады, немесе мүлдем томат та, қызанақ та қоспай жасасаңыздар да болады. Олайда дәмі өте керемет болып шығады достар. Барлығын турап алғаннан кейін бұларды да қазанның ішіне қуыруға жіберетін боламыз достар. Барлығын жақсылап араластырып алып, бетін жауып 5-10 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. Кішкене қуырылғаннан кейін бетін ашып, үстіне суымызды құятын боламыз. Суымызбен бірге бұл кішкене қайнау керек. Қайнағаннан кейін барып қана чечевицамызды салып пісіріп алатын боламыз достар. Дәміне қарай тұздарыңызды, бұрыштарыңызды салсаңыздар болады. Біздің сорпамыз қайнаймын дегенше біз осы аралықта чечевицамызды жақсылап жуып алатын боламыз. Тазартылған чечевицамызды қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салатын боламыз. Чечевицамызды салып, жақсылап араластырып, дәмін көріп, сорпамыздың бетін қайтадан жауып қоятын боламыз. Чечевица піскенге дейін, чечевицамыз піскеннен кейін дәл осылай оттан түсіріп аламыз. Дағыны ыстық күйінде блендерімізбен барлығын езіп, пюре жасайтын боламыз. Маған осындай сұйық болған ұнайды. Егер сіздерге сұйық ұнамаса, қою етіп жасап алсаңыздар болады, яғни суынан кішкене аздау салатын боласыздар.
Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің сорпамыздың жасалу жолы өте оңай, әрі өте жылдам және өте пайдалы болып келеді. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында дәл осылай жасап берсеңіздер болады. Ал менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға сіздерге көп рахмет. Егер де менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар достар.